Саламатсыздар ма? Бүгін PicsArt бағдарламасымен осындай фотоколлаж дейтін боламыз, яғни фристайл форматында. Ол үшін PicsArt бағдарламасына кіреміз. Ортасындағы астында қызыл плюс кнопканы басамыз. Сол сәтте алдымыздан фото, видео деген парақшалар шығады. Оның коллаждың дәлірек айтсақ сетка емес фристайл түрін таңдаймыз. Бүгін осымен жұмыс істейтін боламыз. Ашылған галереядан өзіңізге қанша фото керек осы коллажға, соны таңдап аласыз. Міне астында маған 3 фото керек, сол 3 фотоны таңдаймын. Сосын добавить деген батырманы бассаңыз алдарыңызда шығады. Осы жерден керек фотоңызды осылай үлкейтіп алсаңыздар болады. Кейін осы қалаған жерлеріңізге осылай суреттеріңізді қоясыздар. Мысалы, мына сурет бізге жан-жағы артық болып тұр, оны обрезать етіп алуға болады осылай. Керек жерін ғана кесіп, яғни. Үшінші суретіміз екінші суреттің астында алып қалды. Оны бетіне шығару үшін үстің жақта слой вверх деген кнопканы бассаңыз, міне бәрінің үстіне шығады. Бұның да жан-жағын кесіп аламыз. Мен тек қана тік қойып жатырмын суреттерді. Фристайл коллажда көбісі қисығынан фотоны бірінің үстіне бірін 6-7-8 сурет болса шашып тастап қоюға болады және әдемі көрінеді. Мына суреттің тұсында көріп тұрсаңыздар, екі батырма шығып тұр. Біреу үлкейтетін, екінші жағында фотоны айналдыратын батырмалары шығады. Сол батырмаларды қолданып қалаған форматта үлкейтіп, кішірейтіп айналдырсаңыздар болады. Міне менің фотоколлажым дайын. Мына суретті де кішкене кесіп алайын. Дайын болған коллажды мына қара фонды бассаңыздар, үстінде 2 стрелка шығады. Бірінші сақтау жолы мына ортаңғы стрелканы бассаңыздар сақталады. Екінші сақтау жолы мына ақ стрелканы бассаңыздар далее деп. Мына жерде атын жазып, немесе жазбаса да болады, сақтап алсаңыздар. Готово батырмасын басамыз. Енді галереяға кіріп дайын коллажымызды көруге болады. Еске салайын, бұл жерде қалағанша фотосуретті қоса берсеңіздер болады. Фристайлдың басқа да үлгілерін көрсете кетейін. Міне артына фон қойып істеуге де болады. Жаңа жерде дәл осындай міне 5-6 фотоны шашып істеуге де болады. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Комментарий мен лайктарыңызды қалдырып отырыңыздар.